Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен үшінші жасаған тортыммен бөліскім келіп отыр. Бірінші жасаған молочная девочка торты болды, екінші сникерс шоколадный. Үшінші тортым осы рецептісімен бөліскім келіп отырған кокос қосылған бисквитті торт. Мен кондитер емеспін, кейбір жерлерде қателігім болуы мүмкін. Алдымен жұмыртқаны жақсылап, қантты бөліп қоса отырып, аппақ болып көбіргенше миксерлеп аламыз. Жұмыртқа осылай көпіріп шықты. Енді ұнға қопсықышты қосып араластырып, бұны да 2-3 бөлікке бөле отырып, жұмыртқамен араластырамыз. Осылай тестамыз қаймақтың қойылғандай болады. Егер сізде 20 немесе 19-18 диаметрлік форма болса, бисквитіңіз көтеріліп формамен бірдей болып шығады. Ал одан 23-24 сантиметрлік форма болса, бисквитіңіз пирог сияқты пәс болады. Бисквитті 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп алдым. Бисквиттің төбесі кішкене күйіңкіреді, оны алып тастаймын. Енді 3-ке бөліп алдым, бірдей қылып крем жасап бастаймын. Кремді жасама салдым, сливкиді 20 минут морозильникке қойып қоямыз. Сол кезде сливкиіңізге гарантия болады көтеріліп шығатынына. Бастапқы 1 минутта ең төменгі жылдамдықта миксерлейміз. Одан кейін жаймендеп жылдамдықты арттыра отырамыз. Осылай 6-7 минут аралығында миксерлеп аламыз сливкиді. Қарап отырғаныңыздай көтеріліп жатыр жаймендеп. Өте маңызды бұл арада сливкиді уақыттан тыс, қоюлығынан тыс миксерлеп жіберсеңіздер, сливкидің майы бөлініп шығады. Арасында қарап тексеріп тұрамыз. Міне осындай миксерден түсіп кетпейтіндей қалыпта болу керек. Енді бұған кокос қостым. Кокос менде 50 грамм қосылды. Өздеріңіз байқағандай, сливкиге қант немесе қант ұнтағын салмадым. Қатты тәтті болып кеткен қаламадым. Өзіңіздің қалауыңызға қарай салсаңыз болады. Енді крем дайын. Бисквитті алып, кремді үстіне жағып, тортымызды жинаймыз. Торттың жан жақтарына кокос ұнтағын және үстіне кішкене себіңкіредім. Менде ең оңай және қарапайым торт болғандықтан осындай қылып
әрледім. Тортты 12 сағатқа бір түнге қалдырып қойдым. Осылайша торт өте дәмді, нәзік, ауызда еритін торт болып шықты. Жасап көріңіздер. Менің рецептім бойынша алдағы уақыттарда неше түрлі торт пісіретін боламыз. Эксперимент жасаудан қорықпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.